көмек көрсету. Ең алдымен науқастың қауіпсіздігін қамтамасыз етеміз. Ол үшін науқасты тегіс қатты жерге жатқызамыз, вертикальды бағытта жатқызамыз. Одан кейін науқастың денесін қысып тұрған заттардан босатамыз, мәселен ремень сияқты заттардан босатамыз. Науқастың ауыз қуысын тексереміз. Ауыз қуысында тіс протезі болса аламыз, және қысып іздері болса сілкіп шығамыз. Одан кейін науқасқа алғашқы көмек көрсету үшін 4 әдісті зерттейтін боламыз. Ол үшін науқастың есі бар ма жоқ па тексереміз. Науқастың жанына келіп, қолынан ұстаймыз, науқасқа сұрақ қоямыз. Сіз мені естіп тұрсаңыз, қандай да бір белгі беруіңізді сұраймын деп сұрақ қоямыз. Жауап қатпаса, белінен немесе кеуде қуысынан 2 рет жайлап соққылаймыз. Белгі бермесе, науқастың пульсін тексереміз. Ол үшін қолын сыртқы жағынан 10 секунд бойы орталық артерияның пульсін тексереміз. Жоқ болса, келесі белгіге көшеміз. Ол үшін құлағымызды науқастың мұрнына тақаймыз. Әйел адам болса кеуде қуысына, ер адам болса ішкі бөлігіне визуалды тексеру жасайтын боламыз. Егер тыныс алмаған болса, науқастың көз қарашығын тексереміз. Көз рефлексі болмаса, онда науқасқа алғашқы көмек көрсетуге болады. Ол үшін біздер семсер тәрізді сүйекті тауып, оның үстіне 2 саусағымызды қоямыз. Одан кейін қолымызды бірінің үстіне бірі қойып, айқастырамыз. Шынтағымызды бүктейміз, аяқ арасы иық деңгейінен бірдей болады. Одан кейін ересек адамдарда тереңдігі 5 см, кішкентай балаларда 2-3 см-ден 30 рет жүрекке тікелей емес массаж жасаймыз. Одан кейін 2 рет тыныс береміз. Ол үшін науқастың мойнын басын шайқайтамыз, жағын қозғалтамыз. Одан кейін мұрнымызды жауып, ауыздан 2 рет демдереміз.